Сәлем, бұл Киношортс арнасы. Мен сіздерге шынайы оқиғаға негізделген Прорыв фильмін қысқаша айтып беремін. 15 қаңтар 2015 жыл. Джон Смиттер отбасының асыранды баласы. Ол кішкентайынан бірге тұрса да өзін асыранды сезінеді. Бірақ өгей ата-анасы Джонды қатты жақсы көреді. Джон Миссури христиан мектебінде оқиды. Мектепте әр балаға өз отбасы туралы доклад жазуға тапсырма береді. Джон дайын емес екенін айтады. Бірақ тапсырма орындамаса, бағаға әсер ететінін айтып, мұғалім ескертеді. Джон баскетбол ойнағанды жақсы көреді. Тренері мұғалім берген отбасы туралы тапсырманы орындамаса, баскетбол ойнай алмайтынын айтады. Ол мұғалім берген тапсырманы амалсыз орындап келеді. Джон Смит өзінің асыранды бала екенін, туған анасына керек болмаған Джойс пен Брэд 9 айлығында асырап алғанын айтып, тапсырманы қысқа қайырады. 18 қаңтар 2015 жыл. Бәрі шіркеуге барады, ән айтады, би билейді. Соңында дін қызметкері пастор Джейсон діни әңгімелер айтады. Джонның матчы болады. Олар жеңіп шығады. Матч біткен соң бәрі үйлеріне тарқайды. Ал Джон досының үйіне кетеді. Анасы Джойс Джонды қатты қадағалайды, ал әкесі болса оны еркін ұстағанды жөн көреді. 19 ақпан 2015 жыл. Джон достарымен ойнауға далаға шығады. Әр жерде ойнап мұзға келеді. Өзен қатып тұрғасын үстіне ойнауға барады. Олар сырғанайды, фотоға түседі. Сол жердегі кафенің иесі мұз жарылып кетуі мүмкін және қауіпті екенін айтып, балдарды қумақшы болады. Кетпесе полиция шақыратынын айтады. Бірақ балдар оны тыңдамайды. Сөйтіп тұрғанда олар мұздың астына түсіп кетеді. Мұздан алдымен біреуі шығады, екіншісі мұзда тұрады, ал Джон мұздың астына суға батып кетеді. Жаңа кафе иесі құтқарушыларды полицияларды шақырады. Полиция мұздағы екі баланы шығарып алады. Құтқарушылар Джонға көмектесуге кетеді. Олар келгенше Джон 20 метрлік тереңдікте 10 минут су астында еді. Құтқарушылар су астынан баланы таяқпен іздейді. Олар баланы өлді деп есептейді де денесін шығарып алуды ойлайды. Тони есімді құтқарушы артқа деген сөзді естиді. Мұздың астын қайтадан ізде дегенде түсініп, таяқпен ары-бері жылжытып Джонды іздейді де оның денесін табады. Джонға алғашқы көмек көрсетеді де ауруханаға апарады. Анасы бұдан хабары жоқ. Ол баласын алып кету үшін оның хабарласқан күтіп отыр еді. Балдардың анасы Джойсқа телефон соғып, мән-жайды айтады. Джойс ауруханаға бет алады. Ауруханада оған жедел көмек көрсетеді. Жүрегі соқпағасын, жүрек массажын анасы келгенше жасай береді. Анасына баласының жағдайын айтып, және құтқаруға ешқандай мүмкіндігі жоқ екенін айтып, Джойсқа ұлымен қоштасуына уақыт береді. Джойс баласын көреді. Оны қимай, жылап, Құдайдан үміт үзбей дұға тілеп тұрады. Бүкіл аурухана қызметкерлері алаңдаулы еді. Бір кезде Құдайдың құдіретімен балада жүрек қағысы пайда болады. Оның жүрегі соға бастайды, бірақ әлсіз еді. Сол кезде әкесі де ауруханаға келеді. Дәрігер жүрек соғуын қалыпқа келтіру үшін тездетіп орталыққа кардио бөлімге жіберетінін және сол жерде мықты маман Гаррет дәрігер бар екенін айтады. Сөйтіп баланы тез жету үшін вертолетпен кардио орталыққа алып барады. Кардио орталықта Гаррет дәрігер Джонды өз бақылауына алды. Баланың жағдайын естіген таныстары ауруханаға көңілін сұрауға барады. Олардың ішінде шіркеу қызметкері пастор Джейсон де бар. Джойсқа Джейсонның методтары оның шаш үлгісі ұнамайды, сондықтан оны жақтырмайды. Бірақ Джейсон пастор болғандықтан олардың басына қиындық түскесін қастарында болуды жөн көреді. Дәрігер Гаррет баланың тірі, бірақ жүрек қағысы өте әлсіз екенін, оның миы мен органдары 20 минуттай оттегі жетпегендіктен мидың жұмыс істеу қабілеті және оған қанша уақыт қалғанын белгісіз екенін айтады. Егер Джон есін жиған өзінде неврологиялық ауыратын болады дейді. Және ол бұл түнде тірі қалатынына күмәнданып, Джойсқа қоштасуға дайындала беруін айтады. Анасы Джойс Джонның берілмей күресетінін айтып, дәрігердің мықты маман ретінде бәрін жасауын өтінеді. Қалғанын Құдайға тапсырады. Джонның тірі қалуына тек анасы Джойс қана сенетін еді. Басқалары тіпті әкесі де сенбейді. Джойс ешкім сенбейтініне ашулы. Құтқарушылар да баланың жағдайына алаңдаулы. Тони құтқарушы бастығының артқа қарай қайт деп айтқанын естіп, судың астын таяқпен қайта қарағанын айтады. Бірақ бастығы ештеңе демегенін, ешкім ештеңе естімегенін айтады. Тони құтқарушы құдды біреу кеп құлағына сыбырлап кеткендей болды деп таң қалады. Бәрі ол дауысты Құдай естіртті деп ойлайды. Бірақ Тони Құдайға сенбейтін еді. 20 қаңтар 2015 жыл. Джон бұл түннен де аман шығады. Қасында түнімен пастор Джейсон отырған. Анасы оған риза болып, ұнатпаған әрекеттер үшін кешірім сұрайды. Дәрігер Джонды қарап шығады. Ол
Бұл түннен аман шыққанына таң қалады. Оның миы зақымданған, ал денесі сау. Джон қалпына келу үшін оны жасанды комада ұстайды. Телеарналарда 14 жастағы бала 15 минут су астында болып, 45 минут реанимациядан кейін анасының дұғасымен жүрегі соғып, әлі күнге дейін өмірмен күресіп жатқанын айтып көрсетіп жатыр. Джонның әкесі оның мынадай жағдайын көргісі келмей палатаға көп келе бермейді. Ол пастор Джейсон мен Джон туралы сөйлеседі. Джейсон Құдайдан үміттенетінін және тірі қалу мүмкін екенін айтады. Ал әкесі соған ұқсас жағдайларды көріп, оның тірі қалатынына күмәнданады. Тірі қалса да миы зақымданған болады деп мұңаяды. Джонның палатасына басқа дәрігерлер келеді. Олар баланың босқа жатқанын, оның мұндай жағдайдан кейін оянуына неврологиялық мүмкіндіктер жоқ екенін айтып сөйлесіп тұрады. Олардың әңгімелерін анасы Джойс естіп қалады да ашуланып, дәрігерлерге бала адамдардың сенетіндерін немесе сенбейтіндерін бәрін естиді. Сондықтан бұл палатада оның қасында тек өмір сүру туралы айтуын талап етеді. Дәрігерлер үндеместен палатадан шығып кетеді. Джонның жағдайы бір қалыпты еді. Анасы Джонның қолын ұстап әңгімелеседі. Ол оны шексіз жақсы көретінін айтады. Бір кездер Джон қолын қозғалтады. Джон естіп, белгілімен қолын қысып түсіндіреді. Оны пастор Джейсон да байқайды. Бірақ дәрігер келгенде ол ешқандай реакция бермейді. Дәрігер солай көрінген болу керек, бұл кездейсоқ нәрсе деп түсіндіреді. Бірақ анасы мен пастор Джейсон кездейсоқ екеніне сенбейді. Ауруханаға Джонды қолдауға мектептегілер, сыныптастары, достары келеді. Мұзға бірге түсіп кеткен балалар да келіп, өздерін кінәлі сезініп кешірім сұрайды. Джойс оларды кінәлі емес екенін айтып жұбатады. Сыныптас қыздары әлеуметтік желіге Джонды қолдауға арнап парақша ашады. Парақшада адамдар дұға тілеп, тілек жазуда. Бір оқушының анасы: "Біз тек қолдау көрсете аламыз, басқа ештеңе істей алмаймыз. Джон тірі қалмайтынына дайын болуымыз керек", деп қызына айтып жатқанын Джойс естіп қалады да, бәрінің назарын өзін аудартады да сөз сөйлейді. Ол ауруханада Джон өмірмен күресіп жатырғандықтан, бұл жерде мүлде жаман сөз айтылмау керек деп ашуланып кетіп қалады. 21 қаңтар 2015 жыл. Джойс уайымдағаннан, демалмағаннан ұйықтап кетіп оянбай қалады. Ол диабеттік комаға түсіп қалады. Джойс бірінші дәрежелі қант диабетімен ауыратын еді. Дереу көмек көрсетіп оятып алады. Дәрігер 8 сағат ұйықтауға міндеттейді. Джойс баланың қасына барам деп қарсыласады. Дәрігер 5 сағат ұйықтамаса қуып шығатынын айтып ескертеді. Сөйтіп ол келіседі де аздап демалады. Демалғасын Джойс пастор Джейсонмен әңгімелеседі. Джойстың өмірі нашар болған, оны өзгерте алмаған. Сондықтан Джоннан идеал шығарғысы келіп барын салған. Өмір бойы бақылауда ұстағысы келген, бірақ олай істей алмайды. Пастор Джейсон Құдайға тапсыр дейді. Сөйтіп оның демалған 5 сағаты өтеді. Джойс сыртқа шығып Құдаймен сөйлеседі. Ол жылап тұрып Құдайдан кешірім сұрайды. Өзінің тәкаппар болғанын, Құдай алдында әлсіз екенін айтып, Джонға не дайындасаң да бәрін қабылдайтынын айтады. Ол барлық ситуацияны қабылдауға дайын болады. Джойс палатаға барады. Джонның қызуы көтеріліп кеткен екен. Дене қызуы көтерілгені дәрігерді алаңдатты. Джонды ұйықтататын дәрі арқылы ұстап отыр. Қызу сол дәрілердің әсерінен болып жатыр. Анасы қарап тұрып: "Джонды оята беріңдер, дәрілерді тоқтатыңыз, аурумен өзі күрессін", дейді. Дәрігер келісіп, жаймен дәрі беруді тоқтатып, ертеңгісін оятатынын айтады. Телеарналарда пастор Джейсон Смит отбасының атынан халыққа өтініш айтады. Джон үшін дұға етуін сұрайды. Себебі Құдай мүмкін еместі мүмкін етеді. Сондықтан дұға ету арқылы көмектесуін халықтан сұрайды. Бәрі дұға етеді, үміттенеді. Адамдар аурухана терезесі алдына жиналып, қолдап өлең айтады. Сол кезде Джонның көзінен жас ағады. Әкесінің де үміті оянып, басынан қастарында болуым керек еді деп. 22 қаңтар 2015 жыл. Джоннан бүкіл аппаратты алып тастауға кірісті. Ата-анасы барлық жағдайға дайындалып тұрған еді. Дәрігер ата-анасынан баламен сөйлесуін сұрайды. Анасы өмірмен күресіп жатырған баласымен сөйлесіп тұрады. Сол кезде Джон ғажайыппен есін жияды. Джонның ес жиғанын барлығы естіп қуанады. Дәрігер Джонды тексереді. Бір қызығы, Джонның денсаулығы өте жақсы болады. Оған дейін оның денсаулығы өте нашар еді. Оның өкпесі қанға толған, жүрегі адреналинсіз дұрыс соқпаған, оның миы неврологиялық зақымдаған еді. Соның әсерінен негізгі органдар жасамай тұрды. Ал енді қараса, оның дені сап-сау. Бұл бір ғажайып нәрсе екенін айтады. Джонды көруге оның достары, сыныптастары келеді. Мәз-мейрам болып қуанады. 2 апта өткен соң Джон үйге шығады. 16 ақпан 2015 жыл. Джон мектепке келеді. Бәрі қуана қарсы алады. Бірақ қуанбағандар да бар еді. Джон ғажайыппен тірі қалғасын оған неше түрлі негатив хаттар, сұрақтар келе бастайды. Неге Джонның жолы болды? Неге Джон тірі қалды? Басқасы өлді деген сынды әңгімелер тарады. Кейбір оның тірі қалғанын кінәлады. Джон ашуланып судың жағасына барады. Ол құтқарушы Тониді кездестіреді. Джон Тониға алғысын айтады.
Тони оған Құдай сені құтқарған деп болған оқиғаны айтып береді. 1 наурыз 2015 жыл. Шіркеуге бәрі жиналады. Сахнаға Смиттер отбасын шақырады. Джон сөз сөйлейді. Ол көзіне жас алып, ата-анасын жақсы көретінін айтып, сезім білдіреді. Ол Смиттер отбасында асыранды емес, өз баласындай сезінеді. Не үшін дәл мен тірі қалғанымды білмеймін, өткенді өзгерте алмаймыз. Құдайға алғыс айтамын деп сөзін аяқтайды. Джонды құтқарған, көмектескен, дұға жасаған адамдардың бәрін тұрғызып, алғыс айтады. Анасы да алғысын жаудырады. Анасы махаббат әлемдегі ең керемет күш, әсіресе Құдайдың махаббаты мықты екенін және бәрі де мүмкін екенін айтады. Сөз соңында тағы да барлығына шын жүректен алғысын айтады. Фильм өте әсерлі күйде аяқталады. Егер фильм ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Келесі кездескенше.